Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ауызда еритін чизкейк сникерстің рецептісін ұсынамын. Өте дәмді болып шығады. Дәмін енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын, сондықтан видеоның соңына дейін қараңыз. Ең алдымен песочное печеньені блендерде ұнтақтап аламыз. Одан кейін какао және ерітілген сары май қосамыз. Қолмен жақсылап тұрып араластырамыз. Формамызды кисточкамен сары маймен жағамыз. Формамызға песочное печеньені салып, тегістеп және бортики жасаймыз. Салмасын дайындағанша дейін тоңазытқышта 1 сағат ұстаймыз. Сүзбелі кілегейлі ірімшікке қант, 33% кілегей және 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Миксерді мүлдем қолдануға болмайды. Салманы формаға салып, пеште 130 градуста 1,5 сағат пісіреміз және түні бойы тоңазытқышта тұру керек. Сотейникте баяу отта қантты ерітеміз. Үстіне тұз және сары май қосып, тез араластырамыз. Одан кейін үстіне ыстық кілегей қосып, араластырып, газдан аламыз. Карамелімізді блендерден өткізіп, толық суығанын күтеміз. Чизкейктің үстіне арахисті себелейміз және карамелімізді құямыз. Қалауыңыз бойынша арахисті блендерден ұнтақтап алсаңыз болады. Чизкейк пышақпен оңай кесілу үшін тоңазытқышта 1-2 сағат ұстаймыз. Біздің чизкейк сникерс шынымен де ауызда балдай ериді. Соншалықты үйдегілерге ұнады. Олар екінші рет тағы да жасап беруімді сұраған болатын. Келесі видеода ПП мясной пирог дайындаймын. Соны бірінші боп көру үшін маған тіркеліп және колокольчик басуды ұмытпаңыз.